оянып, Алланың сый құрметін көріп жатсың ба? Бұл әлем сенің тыныс алуың, демалуың, өмір сүруің, көз ашуың, оянуың, бұл бізге берген нығмет, кәдімгідей үлкен сыйлық, құн жетпес сыйлық. Сен соны сезініп жатсың ба? Жұма қабыл болсын. Алла баршамызға жар болсын. Торығып, уайымдап, қиналып жүрсек, қалтырап, мынаны ойлаңыздар. Өзгелерге жақсылық жасаңыздар. Біреулерге көмектесіңіздер. Өздеріңізде жақсылыққа ұмтылыңыздар, жақсы нәрселерді іздеңіздер. Өмірде мүмкіндіктерді қарау керек, кедергілерді емес. Өкінішке орай біздер мәселе туындаса болды, проблемаларға тек қайда барсақ та сол проблема, есікті көрмейміз. Бір адамдар торда отырып, быт-шыт өмірді көрсе, бір адамдар аспандағы жұлдызды санайды. Түбінде ол адамдар қиналмай сол тордан шығады. Бір адамдар кірпіш қаласа, бір адамдар қамал салады. Сен солардың қатарынан бол. Сен қамал салатындардың, амал жасайтындардың сөзің емес, өзіңмен амалдарың озу керек. Алла баршамызды қуанта берсін. Біз кәдімгідей рахат, керемет, арман әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Біз бақытты болуымыз керек. Қазіргі сәттен бастап өзіңді қолға ал, мүмкіндіктерді тізбекте, іске кіріс. Өміріңді әсемдеуге, өміріңді шаттандыруға. Алла бақыт етсін.